Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан пайда болады. Олар тек үннен тұрады. Қазақ тілінде 9 төл дауысты дыбыс бар. Олар А, Ә, Е, О, Ү, Ү, А, Ү. Дауысты дыбыстардың жіктелуі. Тілдің қатысына қарай дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Жуан дауыстылар А, О, А. Жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Ү, Е. Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар ашық және қысаң болып екіге бөлінеді. Олар ашық дауыстылар А, Ә, О, Е. Қысаң дауысты дыбыстар О, Ү. Ерінің қатысына қарай дауысты дыбыстар еріндік және езулік болып екіге бөлінеді. Олар О, Ү. Езулік дауыстылар А, Ә, Е. Келесі сабақта біз дауыссыз дыбыстардың түрлерін өтетін боламыз.